Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздерге оңай әрі тез жасалатын пирогтың рецептісін ұсынамын. Бестің шайына өте керемет үйлеседі. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Енді қамырын дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаны жарып салып, үстіне 2 ас қасық қант саламыз. Енді үстіне 1 шай қасық тұз саламыз. Одан кейін шаңышқының көмегімен ішіндегі тұз, қантымыз ергенше араластырып аламыз. Одан кейін 4 ас қасық суымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ ыдысымызға 2 кесе, шай ішетін 2 кесені толтырып ұн саламыз. Ұнды мен ситадан өткіздім. Одан кейін бөлме температурасында еріп тұрған сары майды саламыз. Оны салғаннан кейін үстіне бірден сұйық массаны құйып, содан кейін барлығын қолмен араластырып қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз дайын, осындай жұмсақ қамыр болып шықты. Енді осы қамырды 30-40 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін 1 жұмыртқаның сарысы керек. Одан кейін үстіне 4 ас қасық қант саламыз. Үстіне 300 грамм сүзбені салып, қасықпен жақсылап араластырамыз. Соңына қарай осындай 3 ас қасық қарақат саламыз. Менде жаңадан терілген, сіздерде қатырылған болса, соны қолдануға болады. Енді тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Мінекей қамырымыз 40 минуттай тұрды. Енді видеода көрсетілгендей етіп, қамырды жайып шығамыз. Дәл осылай қамырымызды жаямыз, жұқа етіп. Оның үстіне осылай ерітілген 40 грамм сары майды ерітіп, үстіне жағып шығамыз. Мен ең шеткі бөлігін кесіп тастадым. Енді үстіне қолымызбен қант сеуіп шығамыз. Енді салмамызды осы қамырдың шеткі бөлігіне ұзыннан бойы салып шығамыз. Салып болғаннан кейін рулет секілді етіп орап шығамыз. Менің қолданған сүзбем осындай 5% дүкеннің сүзбесі. Дәл осы кезде пешті қыздыруға қоямыз. Осылай 2-ге теңдей бөліп аламыз да ыдысымызға саламыз. Салып болғаннан кейін бетіне жұмыртқа жағып 200 немесе 220 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз.
бұл жаңа алдында начинкасында бір жұмыртқа қолдандық қой, сарысын. Содан қалған жұмыртқаның ағы, соны бетіне жағып жатырмын. Мінекей достар, пісіп шықты. Осылай болып әдемі болып пісіп шықты. Дәмі өте керемет. Мен ыстық күйінде кесіп жатырмын, өйткені қыздарым піскен бетте сұрады. Шыдай алмады суығанға дейін. Сіздер толықтай жарты сағаттай суытатын болсаңыздар, кескен кезде бұлай үгілмейді беті. Ыстық болғаннан кейін осылай үгіліп жатыр. Осындай дәмді болып шықты. Пісіп жатқанның өзінде де иісі бөлмені алды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмін көрдім мен, дәмі өте керемет болып шықты. Салмасына тек қана қарақат емес, тағы малина, клубника салып істесеңіздер де болады. Жасап көріп, комментария бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Гүлайым.